Народное радиода «Жұлдыз жорамал». Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең 25 сәуірге арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Барлығына сақ болыңыз, үйде немесе жұмыста жарақат алуыңыз мүмкін. Махаббат жоспарында сабырлық танытыңыз, жағдайда объективті бағалаңыз. Тілектеріңіз жағымды түрде орындалады, ішкі дауыс сізді дұрыс жолға бағыттайды. Егер сіз біреумен кездескіңіз немесе қандай да бір міндеттерді орындағыңыз келмейтінін сезсеңіз, мұны таза ар-ұжданмен жасай аласыз. Бұл күні жақын адамдар сізді қуанта алады. Жаңа бизнес бастау, іскерлік құжаттарға қол қою әлі ұсынылмайды. Бірақ бұл күн сүйіспеншілікке қатысты барлық нәрсе үшін жақсы. Тағдыр жаңа хобби немесе одан да күшті сезімдер бере алады. Осы уақытты сауықтыру іс-шаралар кешенін бастау үшін қолданған дұрыс. Өзіңіздің ішкі ойларыңызды жақындарыңызбен де бөліспеңіз. Бұл ақпарат тарап кетуі және сізге қарсы қолданылу қаупі бар. Артық уәде бергендерге сенбеңіз. Жақын адамыңызбен жанжал болуы мүмкін. Қаржы мәселелеріне барынша назар аударыңыз. Егер сіз жаңа бизнес ашқыңыз келсе, мүмкіндігіңізді жіберіп алмаңыз. Бұл күн сіздің шығармашылығыңызды ашуға өте қолайлы. Өзіңізге ұнайтын нәрсеге немесе не істеу керек екеніне көбірек уақыт бөлуге тырысыңыз. Адамдарға көмектесуден бас тартпаңыз. Бірақ өзіңізді манипуляциялауға жол бермеңіз. Сіз босаңсып, ағынмен жүре алмайсыз. Жоспар жасаңыз, асықпаңыз, мүмкіндік көзін көрсетсін. Жақын адам сізді қолдауға дайын. Қазір шопингке қолайлы уақыт. Жақсы сатып алулар жасай аласыз және одан ләззат аласыз. Бұл күні көптеген мүмкіндіктер береді. Сондықтан қиын тапсырмалар мен маңызды кездесулерді байсалды түрде жоспарлаңыз. Үлкен махаббатқа айналуы мүмкін адаммен тағдырлы таныстық күтіледі. Болмашы түсініспеушіліктерге назар аудармаңыз. Кейбір жоспарлар сәтсіздікке ұшырауы мүмкін. Себебі оларды жүзеге асыруға уақыт болмайды. Мүмкіндігінше жағымды эмоциялар алуға тырысыңыз және тек жақсы адамдармен сөйлесіңіз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша жасау үшін ішкі сезіміңізге сеніңіз. Сонда барлық бастамаларыңызда сәттілікке жете аласыз. Пайда болатын мүмкіндіктерді жіберіп алмауға тырысыңыз. Олардың енді қашан болатынын кім біледі. Мүмкін қатты шаршап шалдығып жұмыс істегіңіз келмей жүрген шығарсыз. Өзіңізді мазақ етпеңіз. Одан да өзіңізге жақсы демалыс беріңіз. Біраз уақыттан кейін бәрін оңай қуып жете аласыз. Сіз күтпеген кездесулердің көпшілігі сізге тәуелді емес себептерге байланысты көңілсіз болуы мүмкін. Қиын күн. Ең дұрысы үйде отырыңыз және адамдар көп болатын жерлерге бармаңыз. Үйде тыныш отыру, кітаппен сөйлесу жақсы. Неке немесе басқа серіктестіктер үшін қолайсыз күн. Жанжалды жағдайлардан аулақ болуға тырысыңыз. Өйткені даулар мен жанжалдарда сізге сәттілік болмайды. Егер сіз отбасыңыздан және достарыңыздан бір нәрсе талап етуге тырыссаңыз, онда сіз тек тітіркену мен түсініспеушілік толқынына ие боласыз. Сәуірдің 25-іне арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода «Жұлдыз жорамал».